қорғаныс қалай жасалған. Осыны көргенде менің есіме түсіп кетті Алматыда зағип кісінің метроның астына түсіп кеткені. Біз алдандық. Салам, Қазақстандагы достар, жақсысыздар. Осы саяхатқа дайындалғанда Қытайды Қазақстан шекарасынан бастап Вьетнам шекарасына дейін жүріп өткенін көрсеткен қазақ тілінде ақпарат іздедім, бірақ таппадым. Сондықтан осы видеода барынша толық жүріп өткен жолымды көрсетуге тырыстым. Әрине ақпарат бір немесе бірнеше видеоға сыймайды, десек те қазақтың жер жанаты Жетісу аймағының көркі саналатын Хан Тәңірі тау массивіне кіретін тау сілемдерінің географиялық жалғасында жатқан Құлжадан басталатын бұл саяхат бізге беймәлім Шығыс Қытайдың субтропик аймағының көрікті табиғатының бір жеріндегі туристік нысанға ұшып барып, көріп, сол жерден кері қайту емес. Бұл нағыз саяхат, яғни танып білу. Пойызбен жүріп өту мүлде бөлек әсер, ерекше сезім. Және жергілікті халықтың тұрмыс жағдайымен, мәдениетімен танысудың бірден бір жолы. Сондықтан видеода батыстан шығысқа Қытай табиғатының қалай өзгеретінін көресіздер. Халықтың тұрмыс тіршілігін, тіпті орналасу тығыздығын, әлеуметтік жағдайын да сырттан байқау мүмкіндігі туады. Мен Вьетнамға Қытай арқылы келдім. Жаркенттен Құлжа, Үрімші, Бейжің, сосын Аватар таулары аталып кеткен Чанцзязе паркінде болып, сосын Вьетнамның шекарасын Нанин қаласы арқылы кесіп өттім. Үрімшіден пойызға отырған кезімізде Әлімжан деген ұйғыр баламен таныстық. Бала Әлімжан саяхатшылардың арзан пойызбен саяхаттап жүргенін көрген емеспін деп таңғалды. Расымен туристерді немесе саяхатшыларды артық ақшасы бар дәулетті адам деп есептеу қалыпты жағдай. Шындығында олай емес. Азғантай ақшаға да саяхаттау мүмкіндіктері өте мол. Айталық, біздің Қытайдың шекарасын кесіп өтуімізге 10 мың теңгеге Қытайдың ішіндегі саяхатымыз Вьетнам шекарасын басып өткенге дейін, Ханойға дейінгі жатын орынмен бөлме емес. Бір кісінің орны, біз 4 адам бардық. Сосын Вьетнамда мен жалғыз қалдым, қыздары оралдым. 16 күндік саяхаттағы жүріп өткен жолымыздың құны бар жоғы 180 мың теңге шықты. 16 күн Қытайды саяхаттап өттік. Әлімжанның жасы 18-де, ол өзін студент емеспін деді, бірақ көзі қырағы, көкірегі ояу, және өте бір сауатты бала екен. Қазір енді интернеттен білем, үйренем, көрем дегендерге, білімін кеңейтем дегендерге мүмкіндік зор ғой, қандай салада болмасын. Бірақ өзіне пайдалы білімді босқа жібермей интернеттің мүмкіндігін, өзінің сауаттылығына, біліміне 18 жасында сонша дәрежеге көтерілгені Әлімжан мені сонымен таңғалдырды, балаға риза болдым. Әлімжанмен әңгімелесіп, пікірлесіп сұхбаттасқан едім. Өкінішке орай жазылмай қапты. Басы басталыпты да, ары қарай жазылмай қапты. Камераны бұрған кезінде Әлімжанға қарай басылып кеткен ғой, саусағымен енді ондай ханның қызында да болады. Әлімжанның сәлемі бірақ бар. Сол сәлемді қабыл алыңыздар. Содан кейін ары қарай саяхатымыз жайлы қысқаша мәліметтермен бөлісемін. Ассалам айтамын. Қандай деймін бұны? Салам, Қазақстандагы достар, жақсысыздар. Бұл бала бізге көмектесті. Оның орнында тартып алғанбыз ғой.
өзі чемоданның үстінде жатты. Қалжыңбас Қытайдың да біздің де көңілімізді аулап отырды. Әлімжанның орнын тартып алдық дегенім рас, басынан бастайын. Жалпы біздің саяхатымыз Құлжадан басталды. Үрімшіден бастап билетті алдын ала Трипком сайт арқылы алғанмын. Бірақ паспорт нөмірінің алдындағы ең әрпі жазылмай қалыпты да, билет жарамсыз болды. Кері тапсырдық. Кассадан қайтадан билет алдық. Үрімшіде біз тапсырған билетімізді өзімізге қайта сатпады. Сондықтан қандай орын бар деп берді, соны алдық. Сөйтсек ол тұрып баратын орын екен. 30 сағат тұрып барасың. Елестетіп көріңізші. Мына жерде біз алаңсыз отырсақ, ол уақытша еді. Пойызда ересек ер адамдар орнын берді. Кезекпен отырдық, немесе бос орын бола қалса, барып отыра тұрасың. Қытайлықтар темір чемоданмен жүреді екен де үстіне отыра кетеді. Тіпті жатып ұйықтайды сол жерде. Жазылатын жол орындықтарын өздерімен бірге ала жүреді екен. Бір қызығы, қытайлар бос орынға жайғаса бермейді екен. Рұқсатты сұрамайды, отыра тұрайын, мына жер бос па деп. Шыдамды ма, әлде артық дау-дайман болмасын дей ме? Мен онша түсінбедім, өздері үйренсе керек. Мына жалаңаш тау-тастар, құм мен шөлді жерлер адамға жайсыз, табиғаты қатаң жер емес. Бұл жерлер мыңдаған жылдар бойы көшпелі түркі тайпаларына пана болған қасиетті жер. Осы жер үшін 2000 жыл бойы Қытай билеушілері барлық күшін, айласын салып, өзіне қаратуға тырысып келген. Нәтижесі осы. Көріп отырғанымыздай, қазір бұл Қытай мемлекетіне қарайтын қазба байлығын былай қойғанда стратегиялық маңызды аймақ. Бұл аймақ арқылы осыдан 2000 жыл бұрын алғаш рет Жібек жолының солтүстік тармағы өтті. Қазірде сол қызметін атқарып отыр. Мына кең жазира таулы қыратты, шөлді және құмтасты жер алдымен қолмен көгалдандырылған жерге, одан кейін табиғи орманды тауға ұласады. Бейжіңге жақындағанда тығыз әрі жақын орналасқан қалалар көп кездеседі. Шығыс Азияға тән сәулет ерекшеліктері айқындала береді. Пойыздың ресторанынан бір тамақ сатып алсаң, пойыздан түскенше орынды сұрамайды дегенді мен Әлімжан баладан естігем. Ресторан лық толы. Отыратын орынды 100 тамақ алсаң да таппайсың. Амал жоқ, түрегеп тұрғандардың қасына барып, соңғы 5 сағатты мен де өткіздім. Бұл жер кеңдеу, жерге отыруға да, ұйықтауға да болады. Түрегеп тұрғанның бір жақсы жері, ұйықтамайсың. Сонда мен надай Қытай қалаларын көрдім. Пойыздар тыныш жүреді, шайқалмайды, рельстер таза. Қытайда паспортсыз аяқ баса алмайсың. Үрімшіде базарға кіргенде, шыққанда паспортпен заттарымыз тексерілді. Кіргенде де, шыққанда да. Паспортқа билет те тіркеледі. Барлық туристік орындар, мұражайларға дейін паспортсыз өтпейсің. Және паспорттың өзі түпнұсқасы болу керек. Ешқандай көшірме емес. Әйтеуір дүкенге еркін кіресің, оған да шүкір. Ең қиыны Үрімшіден кеткеннен кейін тамақ жеу болды. Ашы, өте ашы. Аузым қорылып, ерніме дейін жалбырап, бір қабат терісі түсіп қалды. Асқазанда не болғанын ойласам, шошимын. Таңғаларлығы жемістер жас және өте дәмді.
біздегі Қытай жемісі шынымен Қытайдан келді ме деп ойланып қаласың. Асханасы мүлде бөтен, бөлек, үйрену қиын. Енді біз дүкенге келіп, жейтін не бар, соны көрейік деп жатырмыз. Бірнеше асханаға бардық, асханалар бар екен, даладағы тағамдар бар. Тағамдар арзан емес. Тағам біз үшін өзгеше қиналыңқырап тұрмыз. Лапшалары 9 юан, мыналар 3 юан. Қымбат емес. Мыналар 1 юан, 72-73. Арақтың түр-түрі. Сулар 2 юан, 146 теңге. Су қымбат емес. Су өтімді олар, күн ыстық өте. Сүт тағамдары 10 юан, 5 юан, 6 юан дейді. Бірақ тілде аударма жоқ. Ешбір тілге аударма жоқ. Ет жоқ. Десем, қыздар айтады, ет тұр ғой, міне етінің бар осы ғой. Еттері мынандай. Мынандай бір не алып көрсек қайтеді, қыздар. Мынандай сирақ, шаян деген алып көрсек қайтеді. Еттер осындай. Жұмыртқа дайын, бірақ іші резинке сияқты ма, бассаң, шын жұмыртқа ма, өтірік жұмыртқа ма. Бос, ештеңе жоқ. Кивидің түрі әдемі. 50 юан. Шағын төртеуі 21-22 юан. Қарбыздың мына жартысы 28, 23 юан. Çeri 6 yuan жартысы дейді. Нан таптырау десеш 9-да 8 юан. Біз жейтін тағамдардың бірдеңелер шықты, міне. Бағасы 9-да 8. Бейжің қаласындағы вокзал қатты ұнады. Жалпы Қытайда реттілік пен тәртіп өте жақсы. Кәдімгі әуежайдағы сияқты ерте келеді, тіркеледі. Тіркелгенде кіре берістен бәрі паспортпен ғана жүресің. Паспорт және түпнұсқа паспорт болу керек. Сол кіре берісте паспортпен өтесің. Сол тіркелген болып есептелінеді. Енді бір ғажабы тушу болып, қай жолға келеді деп шуылдап жүрмейді екен. Билетте көрсетілген қай жолға келеді, оның бәрі жазулы тұр. Жүретін жолыңа қарай өтесің де, көрсетілген билетте сол жерде күтесің. Одан кейін пойыздың қозғалуына бір 10-15 минут қалғанда деймін, сол кезде адамдар өздері барып кезекке тұра бастайды. Бас кезінде қорқатынмын, мен үлгірмей қалам ба деп, бірақ үлгіріп сонша адам пойызға мініп отырып, және пойыз уақытында қозғалады да, 1 секунд кешікпей уақытында келеді. Паспортыңмен жүресің, мұражайға кірмейлі, саябаққа келсең де, қорыққа кірсең де, ұлттық паркке кірсең де, қайда барсаң да паспорт. Мен бүйтіп ойлап қалдым, осы мынадан шыққанға шейін, осы Қытайдан паспортым жыртылып қалар ма екен деп. Қытайда қандай қиындықтарға кездестік? Біріншіден, интернет өте қиын болды. Біз қолданатын Google-де жұмыс істемейді. Сондықтан да бізге қандай да бір байланыс жасау өте қиынға соқты. Егер азғантай уақытқа кірсе дұрысы, роуминг қостырған. Ұзақ уақытқа әрине сол жақтың симкасын сатып алған дұрыс. Симка сатып алған кезде Қазақстанның кеденінен өткеннен кейін, Қытайдың кеденінен шыққан кезде қазақ қыздар отыр сол жерде. Жігіттер, қыздар
солар арзанға симка сатады. Сол жерден симка сатып алған ыңғайлы, пайдалы әрі үнемді болады. Ал VPN-сіз жүру өте қиын екен. Екінші мәселе такси. Таксиді көшеден ұстайсыздар. Көп жағдайда алдауға дайын тұрады. Император сарайына дейін 36 юаньмен келген болатын біз. Кешке қарай қайтарда бізді 300 юанға шейін сұрады. Полициядан көмек сұрадық. Полиция көмекке дайын тұрады. Полиция таксиге отырғызып жіберетін болса, онда өзінің есептеуішімен бірге алады, үн жоқ апарып тастайды. Олар да қорқады екен полициядан. Чанцзяден кейін Нанинге келдік. Шақпен жүрсең, мына сұлу табиғат, қала, ауылдарды көрмейтінің анық. Мен пойызбен, автобуспен өзім жүріп саяхаттағанда жақсы көретінім осы. Қытай. Блогерлер мен тілшілер немесе әлеуметтік желіні қолданушылардың көрілім жинау үшін іріктеп алып көрсететін жаңа Шанхайдың зәулім ерекше ғимараттары, Гуанчжоудың әлемдік бренд заттары, мысалы айфонды сол жерде көшіріп жасап беретін үлкен танымал базары, немесе креативті туристік орындар ғана емес. Қытай тірі организм. Оның тамаша жұмыс істейтін ағзасы да, аурушаң ағзасы да, түбегейлі емдеуді қажет ететін ағзасы да, ауыстыруды керек ететін ағзасы да, ескірген ағзасы да бар. Бұл пойыз біздің Қытайдағы саяхатымыздың асығымыздың алшысынан түскені болды. Қала кең өзен. Сары өзен ше? О дәлем айналып теңіз өйі. Мен қара суды жинап алады екен де, жаңбырдың суын. Сосын пайдаланады екен. Ескілер өтіп кетті. Жаңалау. Мына жерде храм бар екен. Жіңішке қайын сияқты. Жердің өсімдігі бөлек. Тропика деген айтып бар ол. Күшті. Мыналар бәрін киіп бекелер қарам. Қазір проектор ғой. Үшке қойсам, қымыз кетсін. Жаңбыр. Үлкейіп мынасы жоқ. Тропиканың норманы суы мол өзендері. Миллиардтаған жылдар әсерінен аласарған Кәрітаудың жастық шырайын сақтап, көркін арттыра түсетін уақыт эликсирі. Шамалы өзгере бастады.
Қытайда жер жетпейді деген бос сөз. Иә, барлық жердегідей урбанизация дамуда, және қазір Шыңжаң аймағын ауыл шаруашылығына қолайлы ету жұмыстарын байқамау мүмкін емес. Қытай әлем бойынша жер ауданы жағынан 3-ші орындағы мемлекет. Тіпті Тибеттің өзін өмір сүруге қолайлы етуде. Таңғалмасқа болмайды. Қытай экономикасының дамуына тауда, таста, батыстағы қатаң әрі құрғақ, сонымен қатар шығыстағы бір күн тоқтамайтын субтропикасының жаңбырлы климаты да кедергі емес. Менің байқағаным, Қытай шекаралық аймақтарға баса назар аударады. Шекаралық аймақтарды дамыту жұмыстары көзге бірден түседі. Мысалы, Шыңжаң аймағы және орталығы Үрімші қаласы. Сонымен қатар, мұна қазір өтіп бара жатқан Гуанси, Чжуан автономиялық ауданы және оның қалалары. Оның ішінде Нанин қалалық экономикалық округінің дамуы да пойыздан қарағанның өзінде көзге бірден түседі. Тамаша стратегиялық бағыт. 女士们、先生们，柳州站到了，在柳州站下车的旅。 Нанинден пойызға билетті мен алдын ала алған жоқпын. Ханойға бару керек. Чанцзяден пойыз Нанинге батыс вокзалға кеп тоқтайды, ал Ханойға жүретін пойыз ол шығыс вокзалдан жүреді. Екі ортаға таксимен жете алмайсыздар, кептеліс. Метро бар екен, метроның өзімен үлгірмейтін болдық. Сондықтан автовокзалға барсақ, кешкі автобустар жоқ екен. Метроның ішінде қараңыздаршы, қорғаныс қалай жасалған. Осыны көргенде менің есіме түсіп кетті Алматыда зағип кісінің метроның астына түсіп кеткені. Мен метродағы мынадай қорғанысты көргеннен кейін. Адамның өмірі бізде бағаланбайтын сияқты көрінді. Сонымен метромен біз автовокзалға бардық. Кешкі автобустар болған жоқ, бірақ автовокзалдың дәл қасында туристік орталық тұр. Міне мынадай туристік орталық. Орталықтың қызметкерлері сол жерден бізге шопырмен таныстырды. Шопыр бізді дәл орталықтың қасындағы қонақ үйге жайғастырды. Бір қызығы, бұл қонақ үй алдында біз Бейжіңге барған кезіміздегі бір қонақ үйге жатқанбыз, қымбат қонақ үй. Оған негізі алдында ала тапсырыс берген жоқпыз. Сол қонақ үйдің желісі болып шықты. Сәкедет ол деп. Менімен қосып сырыңдар. Күліп отырсың. Ешкім жоқ күлгіш. Видеода, камерадан. Білсеңдерші, сіз ұжарып бірге бас. Естіп жатыр біз естіп. Бүгін саяхатымыздың Қытайдағы Алла бұйыртса соңғы түні осы саяхатымыздың. Міне пойыздан қалып қойдық. Есесіне арзанға ертең автобуспен баратын болдық. Бізге қандай отель берді? Таңғасымен бірнеше жұлдызды арзан бағаға. Неғұрлым асқа барыңыздар, неғұрлым көбірек саяхаттаңыздар. Саяхаттаймыз бірге. Танысып шығайық бөлмемен. Оған мынандай сурет кіреді екен. Бізге көрініс маңызды емес. Тура қасымызда автобустың бекеті бар. Таңертең осы жерден шығамыз да таңғасымызды ішеміз. Таңғас кіреді. 4 адамға 268 юан ғана төледі. Бейжіңдегі қонақ үй жайлы айта кетейін. 7 Days деген отельге алдын ала бронь беріп қойған болатынмын тапсырыспен. Сонымен және алдын ала ескерттім, хабарлама жібердім. Үрімшінің пойызының кеш келетінін. Бізде 1 сағатқа кешіктіңдер деп, менің хабарландырып жаздым дегеніне қарамастан, біз орналастырған жоқ, алып тастадық біз броныңызды деп.
Сонымен бізді 5 минуттық жердегі отельге жіберді, амал жоқ бардық. Барсақ, қазіргі міне мына орналасып отырған отеліміздің желілері болып шықты да, бұл қымбат, өте қымбатқа шықты. Бұл отельдің де таңғасы болды. Бірақ кешкі енді ас ішуге де үлгермеді. Кешке бүйтіп орналасқанымызда сол болды да, өзімізбен Үрімшіде біз Құлжада жүргенде бізге айтқан, Үрімшіде тамақ алып алыңдар, ары қарай қымбат болады және тамақ ішу қиындайды деп. Сонымен оны пын алған, сонымен біз шайымызды ішіп жатқанбыз. Сосын қарай салайын деп жаңағы отельдерде, енді маған арзан отель керек қой. Соған қарап жатыр едім. Мен Booking.com'да пайдаланам. Қарап жатыр едім. Өзіміздің тапсырған орнымыз жаңағы отелімізден шықты ғой. Біздің жаңа төртеуміздің орнымызды бізге сол жерден берсе болады ғой. Жоқ, алып тастап, оны қайтадан орналастырған жаңа сайтқа бос орын деп. Сосын қайтадан бронь беріп, сон келесі күні таңертең таңғы асымызды ішіп алғаннан кейін осы отельден қайтадан алдыңғы отелімізге барып, 7 күндеген отелімізге барып жайғастық. Ол отельде жаман болған жоқ, жақсы, арзан, жайлы болды отель. Ол отельдің де желілері көп екен, Жанцзяде де желісі бар екен. Түсіп қоян, қыздар, түсіп қоян. Қайда барамыз? Hanойға, Вьетнамға. Екі кішкентайымыздан сұрайық. Қалай қошаққа жағдайы? Вьетнамға бара жатырмын. Біздің Вьетнамға сапарымыз Нанин қаласынан басталды. Бізді микроавтобуспен Кеденге шейін әкелді. Кеденнен кейін сол жерде паспортымызды, бір жерден біздің паспортымызды тексерді, қарады. Суретке түсірді. Бара жатқан микроавтобусымыздың артындағы номерінің қасына қойып төртемізді түсірді. Енді шетелдік ретінде әйтеуір олай түсірді, бұлай түсірді. Суретке әбден түсірді ғой, кәдімгі соттан деп атқандай түсірді. Содан кейін ары қарай жылжыдық, мәселе жоқ. Сосын сұрады, қайда баратсыңдар, қашан кірдіңдер, қашан шықтыңдар деп. Алдында барып паспортымызды алып кетті де, сол жерде біраз кідірді, бір 5 минут, 7 минутта. Енді қарап шықты ғой. Жол жөнекей біз кеденді кескеннен бастап бақылаудамыз ғой енді. Паспортпен жүрміз ғой, түгел тіркеліп жатыр. Қайтып айтып шығуға тура келді. Сосын мен қашан Құлжаға келдім, Үрімшіге келдім, Бейжіңге, саяхат Жанцзядеге жүрген жолыңды сұрады, бәрін айтып шықтым. Содан кейін жіберді, өттік. Енді Қытайда жаңағы реттілік тәртіп дегенім бейтарап аймаққа дейін біз біраз жер екен, жаңбыр жауып тұрды, бізді машинамен апарды. Ары қарай одан өткеннен кейін біз жүгіріп жаңбырдың астында әйтеуір Вьетнамның кеденіне келдік. Содан кейін кесіп өттік. Вьетнамның кеденіне келгеннен кейін жай барақат, рақат. Елдегі де сезіндік қой. Бақылау жоқ, жаңағыдай күшті бақылау бар ғой енді. Барлық жердегі сияқты паспортыңды қарайды, затыңды қарайды. Сол паспорттың бақылау кезінде түсіреді. Енді 3 айға қалатын болсақ, 1 айға визасыз бара аласыздар да Вьетнамға, одан ары қарай қалсаңыздар электронды виза аласыздар, сонда 3 ай шығады. Енді мен қалатын болғандықтан визам бар, сол визамды көрсетесіз, арнайы бөлме тұр, сонда барасыз, сосын визаның шығарады да қағазға сол жерге белгі қойып береді. Ол қағаз сіздерге қажет болады, егер де ұзақ уақытқа қалатын болсаңыздар, немесе сол 1 айға қалсаңыздар да жаңа қағаз түрінде болса, электрондыларды алмай жатты банктен есеп-шот ашуға болады. Сол есеп-шот арқылы төлем жасауға болады, донкпен. Өте ыңғайлы. Енді ол қалай теңгені анда ауыстыруға болады, жаңа донкке, ол есеп-шотты қалай ашуға болады, ол басқа тақырып. Ол жайлы білгіңіз келсе, ол салынады. Ол жайлы енді материалдарда көп, бірақ мен де ол жайлы бір TikTok'тағы Көшімбекқызы Жұлдызай деген парақшамда айтқан болатынмын. Тағы да толық видео саламын ол жайлы.
Сөйтіп біз кеденді кесіп Ханойға келдік. Ханойдан автобустарға орын болмады, әбден жүгірдік. Енді бір 50-60 терезе бар шығар. Айнала жүгіріп туристік автобус жаңа кеденнен өткеннен кейін не айтпақшы, өткеннен кейін жаңағы мойныңызға номер салып өткізіп жібереді, ар жақтан вьетнамдықтар жайлы автобустарға салып Ханойға дейін алып келеді. Сол жерден күтіп алады, өздері қарсы алады, сөйтіп Ханойға алып келеді. Ол жерде туристік орталыққа алып келеді. Туристік орталықтан орталық автовокзалға дейін жақын, бірақ такси алдайды екен. Алдағанда да сұмдық алдайды екен. Ол жайлы сәл кейінірек білетін боласыздар. Сонымен мынандай автобуспен келдік. Автобустардың бәрі ұйықтап баратын автобустар. Слепер бас. Ханойға келдік. Біз мінеміз деген автобустарға билет жоқ деді. Ертең дейді, бізге бүгін жету керек. Солай тұрғанымызда бірнеше компания бір автобекетте болса керек, содан біреу шақырып бізге орын ұсынды. Орын бар екен. Орын осындай жатып баратын орындар. Пойыздарға 2-7-ге дейін орын жоқ дейді, билет жоқ дейді. Тіпті комфорт кластарға дейін. Сондықтан осыған шүкір дейміз, бағасы 10.000 теңге шықты. Жақсы, аяғым кең созылады, жеткілікті орны. Шарк дегенің жолатпайды, шарктың бағасы бүгінге 100.000-нан асып кетеді. Бұл автобус ол өтіп кететін автобус екен, қалаға кірмейді екен. Бензин толтыратын жерге бізді қалдырды, сол жерден адамдар көмектесті такси шақырып беруге, сөйтіп біз өзіміздің отелімізге келдік. Ханойда қызық жағдайға тап болдық. Біз автобустан түскеніміз сол еді. Бір таксист бас салып бізді жанталастырып, жүрде отырғызып автобекетке апарам деді. Біз сұраған автобекетке жүргізушіден сұрап еді, қалай баруға болады деп. Ол осы жерден түсесіңдер, анау тұр деді, қызмет көрсететін орын. Оған барсақ, ол жабық. Содан жаңа таксиге отырып алып, автобекетке келдік қой. Келгеннен кейін есептеуші көрсетіп тұр 144. Енді бұл жерде миллиондап сұрайды, әңгіме миллиондап жүреді. Сондықтан 144.000 болу керек. Арасында бір 10 минут па, 15 минут па жүрдік, кептелісі бар, шамалы. Содан ол оны алмады, біз 200.000 берсек алмады, ол емес деп. Қалтасынан шығарып миллиондарды көрсетті. 1.144.000 деп. Содан мен таңғалып қалдым, қалайша деп. Мен шекарадан шығатын кезде Қытайдың қалған юандарын ауыстырған, біз сол кезде 100 юанымыз, ол 7.300 теңге. Жанталастырып, осы жетесі деп айтар суырып қолынан алды қыздардың. Сөйтсек түскенен кейін есеңгіріп біз дегеннің қазір жүруіміз керек, 1 сағаттан кейінгі автобусқа үлгіруіміз керек. Жанталасып жатырмыз, танымайтын жер, білмейтін жер, жаңа келіп жатырмыз. Қолымыздан суырып осы жетеді деп алды кетті. Сосын түскенен кейін есімізді жиып, есептесек, ол 28.000 теңге алып кеткен ғой. Таксистің бізден суырып алып кеткен 28.000 теңгесі Ханойдан 3 адамның Дананыкке келетін автобустың құнымен, бағасымен шамалас. Біз алдандық, бұл Вьетнам. Сондықтан келген кездерде осыны ескеріңіздер. Артындағы нөлдер, мыңдар мен миллиондардың нөлдер адамдарды әбден шатастырады. Соған
келе қалсаңыздар назар аударып сақ болуларыңызды ескертеміз. Нөлдерді санап отырыңыздар.